Армысыздар қазақтар, жаңа айтуды, жаңа айт жарылға, ескі айды есіртке деп бүкіл арман тілектеріңіз, жоспарларыңыз әр қазағым маңдайында бағы ашылып, қыздарымыздың жолы ашылып, әйел бақытын сезініп, кәдімгідей жұмыстар оңға басылып, табыстарынан табысқа жетіп, керемет жетістіктерге жете беріңіз деген жақсы бастаумен мынандай бір әңгімені қозғасам деймін. Әкенің ұрысқаны, әкенің ұрғаны, әкенің тәрбиесі. Қыз бала үшін әке ол номер бірінші ер адам. Өміріндегі көз ашқандағы, өміріндегі ең алғаш ер адам. Ол ер адам керемет идеальный, керемет қамқор, керемет сондай махаббатқа, мейірімге, жылулыққа керемет сондай бөлесе, қыз баланың өмірі, алдағы өмірі, мейлі әкесі алқаш болсын, мейлі әкесі жұмыссыз болсын, мейлі әкесі түрмеде жатсын, мейлі әкесі сондай бір өмірде жолы болмаған үшін, бірақ қызына деген мейірім, махаббатын төгіп, жаным, күнім деп бір қол ұшын тигізбей, ұрсатын жерде ұрсу керек, айтатын жерде айту керек, бірақ ұрмаңыздар қыздарыңызды, әсіресе қыз баланы. Әкенің ұрғаны енді өте ауыр, өте қиын, сосын кейін қате, дұрыс емес. Бірақ егер сіз сондай мейірімділікпен, қамқорлықпен, сүйіспеншілікпен қызыңызды сөйтіп алақанға салып, басынан сипап, аймалап, маңдайынан сүйіп солай өсірсеңіз, қыз бала үшін әлем деген ашық, әлем деген жарық, әлем деген кең, әлем деген барынша мүмкіншілігінде жетеді. Мен қазір қыз балалар туралы айтып. Ер балалар үшін сіз тәрбиелейсіз, ұратын жерде ұрасыз, салып қалатын жерде салып қаласыз. Ол ер бала, өйткені ол еркек болып өсу керек. Оны бүйтіп аймалап, сипалаудың қажет жоқ. Оны кәдімгідей ұрудың қажет жоқ, бірақ салып қалатын жерде салып қалу керек, көтенінен, құйрығынан, жұмсақ майлы жерден. И керемет тәрбиелеу керек. Сен еркексің, сен отанның тіреусің, сен отбасының тіреусің, сен ертең өзің әулетіңнің қамқоршысың деп сөйтіп үйрету керек. Бірақ қыз бала үшін әке ол бүкіл әлем. Ананың да өзінің тәрбиесі бар, ананың да мейірімі, ол енді ол екі есе, мың есе әкеден артық. Бірақ қыз бала үшін ер адамды сыйлау үшін, ары қарай өзі ошақ отана болып кету үшін, өмірде өзінің орнын нақты табу үшін әкенің мейірімділігі, әкенің жылулығы, бұл деген орасан енді сұмдық күш қуат. Сондықтан кішкентай қыздарыңызды жақсы көріңіз.